أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұхтарам жамағат, сіздермен қатар сабақтарымызды жалғастырамыз. Имам Тахир әл-Джазайридің кітабы бойынша ақида сабағы пайғамбарлар тақырыбына келдік біз. Ең соңғы сабағымызда біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ең ерекше сипаттарын айтып кеткен болатынбыз, басқа пайғамбарлардан ерекшелейтін. Бүгін енді ары келесі сұрақ, келесі мәселе, келесі тақырып. Лима кана набиюна саллаллаху алейхи ва саллям хатимул анбия. Не себепті біз пайғамбарымызды ең соңғы пайғамбарлардың мөрі, яғни пайғамбарлардың соңы деп айтамыз? Осы мәселеге тоқталады имам Джазайри. إنما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لأن حكمة إرسال الأنبياء دعوة الخلق إلى عباد الحق. Яғни пайғамбарымыздың шын мәнінде бүкіл пайғамбарлардың мөрі, соңы болуына байланысты бұның хикметі дейді. Яғни пайғамбарды жалпы пайғамбарларды жіберудегі хикмет негізі, яғни адамдарды, жаратылысты Аллах Тағалаға құлшылық қылуға не істеу? Шақыру. Яғни осы дағуатты орындауға не істелген? Осы хикметті орындауға бұйырылған жалпы. Ва иршадухум иля тариқи садат дейді. Сол сияқты оларды тура дұрыс жолға бағыттау. Түсінікті? Жалпы адамдарды. Фи умурил мааши вал маат. Сол сияқты күнделікті тіршілік өмірінде де, осы біздің бұл дүниеде және ақырет мәселелеріне қатысты. Түсінікті? Яғни пайғамбарлардың міндеті ол тек қана бұл дүниеге қатысты нәрселер емес, сонымен қоса ақыретіміздің де жағдайын түзу, дұрыс болу үшін олар не істеген? Бізге бүкіл мәселелерді, біздің жасайтын іс-амалдарымызды барлығын соны дұрыс болуын бізге үйретіп, түсіндіріп кету негізгі мақсаттары. Одан кейін ва и'ламухум бил умурил ғайба анил абсарихим. Сол сияқты біздің жалпы көзімізге көрінбейтін мәселелер бар ғой өмірде, ғайып. Мысалы, кеше ғана бір кісілер сұрап жатыр, егер маған дейді жұмақтың, тозақтың бар екенін айтып берсең, дәлелдеп берсең, мен не істеймін? Жұмаға келе бастаймын, намаз оқи бастаймын дейді. Түсінікті? Сол кезде біздің көп намазхандар не істейді? Жаңағындай адамдарға кәдімгі былай көз алдына наяву сол нәрселерді көрсетіп бергісі келеді. Бірақ ол өмірде олай болмайды. Неге? Өйткені мұсылманның негізгі сипаты ол ғайыпқа иман келтіру. Яғни ғайып нәрсе ол ғайып болып қалады. Қашанға шейін? Бүкіл адамзат бітіп, ертең Алла Тағаланың алдына барғанға шейін есепке. Түсінікті ғой? Өйткені оның бәрі анық болса, ашық болса, айқын болса, бәрі көрініп тұрса, онда жер бетінде мұсылман емес адам болмайды да жалпы. Сол себепті ол егер жақсы, егер ол адам Құранды қабылдаса, пайғамбарымыздың хадистерін қабылдаса, ол жерде нақты жұмақтың, тозақтың бар екендігіне байланысты жеткілікті не бар? Дәлелдер бар. Қалған дәлелдердің барлығы не? Біздің ақылымызды істетуге арналған логикалық нелер? Дәлелдер, сілтейтін немесе намекат ететін, білдіретін. Бұлай аштан ашық сіз не істей алмайсыз? Құрансыз, аятсыз адамдарға жаңағындай нақты, толыққанды, айқын жаңағындай көрсетіп бере алмайсың. Сол үшін осында не істеу керек? Мына жерде пайғамбарлардың сол үшін айтып жатыр. Бір міндеттерінің бірі ва и'ламухум би умурил ғайба, яғни ғайып мәселелерді адамдарға түсіндіру. Біздің көзімізге именно абсорихим, біздің көзімізге көрінбейтін. Яғни періштелер мәселесі, жындардың мәселесі, сосын не жаңағы қиямет күні болатын жұмақ, тозақ мәселелері. Осындай ғайып болған мәселе, Алла Тағаланың өзі де жалпы, Алланың сипаттары басқа мәселелер деген секілді. Вал ахвал лати ла ясилуна илайха би афкарихим. Сол сияқты сонда бір жағдайларды адамдар өзінің ақылыменен жете алмайтын. Көрдіңіз бе? Яғни демек пайғамбарымыз не істейді? Солай бізді ақылымызды қалай істету керектігін де үйретіп береді, көрсетіп береді, жолын сілтеп береді. Неге? Өйткені шын мәнінде кейбір адамдар есе алмайды. Шамалы болса да ойын ойлап бір нәрселерді түсіне алмайды. Түсінікті? Элементар нәрселерді кей адамдар есе алмайды, ұға алмайды. Соны айтып жатыр. Сол үшін де мынау пайғамбарлардың тағы бір міндеті
сондай жағдайларды ла ясилуна илейха би афкарихим, өздерінің ойларыменен, жаңағындай ақылдарыменен ойлана алмайтын, жете алмайтын, соны түсіне алмайтын мәселелерді түсіндіріп беру. Ва тақрирул адиллатил қатиа, сол сияқты жаңағындай кескінді дәлелдерді не істеу, бекітіп, түсіндіріп, айқындап, ашып, көрсетіп беру. Жаңағындай айтады, кескінді дәлел деп жатқан ол жерде Құранда, хадисте келген мәселелер бар ғой. Осы біздің ғайып мәселесіне, Алланың бар екендігіне, пайғамбарлардың ақиқаттылығына, жаңағы жалпы иманның шарттары, исламның негіздеріне байланысты. Ва изалати шубаха әл-батила, сол сияқты жалған күмәндарды кетіру. Сонда пайғамбарлардың осы міндеттері. Ва қад такаффалат шариатуху әл-ғарра би баяни жамиа хазил ашия ала ваджхин ла ятасаввару аблага минху фил камал. Сол себепті мына пайғамбарымыздың шариғаты, бұл жерде енді нені түсіндіріп жатыр? Біз не үшін бүкіл пайғамбарлардан біздің пайғамбарымыздың соңғы пайғамбар екендігінің хикметін түсіндіріп жатыр ғой. Енді осы жерде сол қорытынды мәселені айтып отыр. Яғни Алла Тағаланың елшісінің шариғаты, жалпы біздің қазіргі ұстанып жүрген шариғатымыз, ол не? Өз кепіліне алған дейді. Адамдардың бұл дүниедегі ақыретіне қатысты, бұл дүниесіне қатысты бүкіл мәселелерге жауап беру мәселесін. Яғни сондай бір нұрлы шариғат барлық нәрселерді жаңағындай басқаша кемел түрде жаңағыдай ешбір нәрсе түсіндіріп бермейтін нәрсенің барлығын істеген шариғат осы ислам шариғаты адамзатқа жалпы түсіндіріп баяндап берген дейді. Соны өзінің кепілдігіне алған дейді. Яғни шариғатымызда шын мәнінде адам туғаннан бастап қайтыс болғанға шейінгі бүкіл туындайтын мәселелердің барлығын істелген, қамтылған, соның барлығын кемел түрде түсіндіріп берген. Мәселен, шариғатта шын мәнінде алып қарайтын болсаңыз, кейбір мәселелер бар. Бихайсу туафиқу жамиъал амами фи жамиъал азмина ва амкина вал ахвал. Сол себепті нәтижесінде не? Осы жаңағындай шариғатымызда қамтылған нәрселердің барлығы мынау бүкіл үмметтер бар ғой. Үммет деп жатқан қазіргі бүкіл адамзат жалпы. Солардың барлығын істейді, сай келеді дейді. Фи жамиъал азмина, яғни енді қандай заман болмасын, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеніне неше ғасыр болды? 14 ғасыр болды. Сол 14 ғасырдың ішінде қаншама заман өтті. Яғни сол замандардың барлығына біздің шариғатымыз істеп келе жатыр. Яғни адамдардың бүкіл сұрақтарына, бүкіл қалауларына, басқа мәселелерге жауап беріп келе жатыр. Тіпті қазіргі технология дамыған заман болса да, қазірде не істеп келе жатыр? Осындай мәселелердің бәріне жауабын беріп келе жатыр. Сол үшін айтады, барлық замандарда уәл әмкина, бүкіл мекендер, Африка бола ма, ол Америка бола ма, Австралия бола ма, жаңағыдай басқа да елді мекендер бола ма, сол мекендерге қарамастан шариғатты қолдану, сол шариғатты ұстанып жүру, ол бүкіл мекендерге де не? Былайша айтқан кезде келеді. Уәл ахуал, сол сияқты жағдай. Адам бай болсын, кедей болсын, жаңағындай мүмкіндігі шектеулі. Сондай адамдарға да не істелген? Шариғатта бүкіл мәселелер қарастырылған. Түсінікті ғой? Құлшылық болсын, мәселесі болсын, басқа тұрмыстық жағдайларға байланысты болсын, осы мәселелердің бәріне жағдайға қарамастан, мекенге қарамастан, замандарға қарамастан бүкіл адамзаттың бүкіл сұранысына не істейді? Жаңағы сәйкес келеді деп жатыр. Фәлә хәжәтән лил халқи иля наби бa'даху. Сол себепті қазіргі уақытта жаратылыста не жоқ? Жаңа бір пайғамбардың келуіне ешқандай да қажеттілік жоқ деп жатыр да. Түсінікті? Сол себепті біздің пайғамбарымыз осы соңғы адамзаттың барлығына жіберілген, яғни пайғамбарлардың мөрі болуының себебі сол дейді. Лианнал камала қад балага хаддаху. Сол себепті, яғни пайғамбарымыздың жаңағындай шариғатының кемелдігі, жалпы өзінің мінез құлқының да кемелдігі, жаратылысының да кемелдігі барлығын істеді. Кез келген нәрсенің шегін қойып кетті олар жеткен кезде. Мысалы, пайғамбарымыз айтады ғой, мінез құлқ мәселесінде любой адамның ең абзалы. Қияметке шейін тағы да бір шықса да, бәрі ол сияқты мінез құлыққа ие адам шықпайды бәрібір. Сол үшін жаңағы бұл жерде айтып жатқан нәрсе, пайғамбарымыздың осы шариғаты болсын, жалпы өзінің мінез құлқы болсын, бүкіл адамзатқа не істейді? Кемел түрде жаңағындай өзінің шегін қойып кеткен дейді. Ва мин хаза язхару сирру ирсалихи ли жамиъал халқи ва каунуху акмалухум фил халқи вал хулуқи дейді. Осылайша бізге не істеді? Пайғамбарды адамзатқа жіберудегі сыры бізге не белгілі болды дейді, яғни ашылды дейді. Не үшін? Адамзатқа
Аллах Тағала пайғамбарларды жібергендігі. Яғни уакаунуху олардың жалпы болмыстары акмалухум. Бүкіл адамдардан, жалпы пайғамбарымыздың өзінің болмысы бүкіл пайғамбарлардан ең кемелі, ең ардақтысы сол кісі. Қай жағынан? Фил холқ, яғни жаратылыс жағынан болсын, уәл хулуқ. Сол сияқты жаңағындай мінез құлық жағынан болса да, пайғамбарымыз осындай ең ардақты болғаннан кейін ол ең соңғы пайғамбар болып есептеледі дейді. Енді келесі сұрақты қойып жатыр. Кайфа юқалу инна набиюна саллаллаху алейхи ва саллям хатамул анбия ма'a анна Иса алейхиссалам янзилу фи ахири заман. Яғни не үшін біз пайғамбарымызды ең соңғы пайғамбар деп айтамыз, бірақ біз білеміз дейді, қиямет күні кім түседі жер бетіне? Иса пайғамбар түседі. Енді Иса пайғамбар түссе, демек сол пайғамбар сол болу керек қой деген секілді сұрақ қой жалпы. Енді осыған жауап беріп жатыр имам Тахир Жазари. Инна Иса алейхиссалам янзилу фи ахири заман. Расында да Иса алейхиссалам не істейді? Ертең заманның соңы, яғни ақыретке жақын кезде не істейді? Түседі. Бұған байланысты пайғамбарымыздың хадисі бар. Жабир ибн Абдулладан риуаят етіледі. Самиату набия саллаллаху алейхи ва саллям яқул. Жабир ибн Абдулла деген сахаба айтып жатыр, пайғамбарымыздың былай деп айтқанын естідім дейді. Ла тазалу таифату минал уммати юқатилуна алал хақ захирина иля яумил қиямат. Мынау хадис негізі бізге үлкен сүйіншін алып келеді негізі. Біз кейде ойлаймыз, қазір неше түрлі ағымдар бар, секталар бар, неше түрлі топтар бар. Солар ертең белең алып кетпей ме? Солар ертең жаулап кетпей ме? Анау жаңа ақиқатта жүрген адамдар өліп қалып, или бітіп қалып, таусылып қалып, жаңағы осы күресті жеңіліп қалып, ертең солар басып алмай ма деген сияқты нәрсені айтамыз ғой біз. Сонда бір не бар? Опасение дейді ғой, бір қорқыныш бар да. Бірақ мынау хадис сол қорқынышты не істейді? Сейілтеді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз мында айтып жатыр нақты. Яғни менің дейді үмметімнен дейді бір топ адамдар болады дейді. Юқатилуна алал хақ. Олар не ақиқатқа қатысты не істейді? Адамдармен күрес жүргізеді дейді. Ақиқатқа қатысты не істейді? Соғыс жүргізеді дейді. Және захирин али яумил қияма. Олар сол күресте әрдайым жеңісте болады дейді. Жеңісте шығады дейді. Всегда жеңіп шығады дейді сол күресте. Түсінікті? Қашанға шейін деп жатыр? Қияметке шейін деп жатыр. Түсінікті? Сондай менің тобым бар дейді. Олар сол топ именно сол жеңісте әрдайым солай сақталып тұрады дейді. Солай жеңіп, солай өзінің жаңа үстем екендігін көрсетіп білдіріп тұрады дейді қияметке шейін. Фаянзилу Иса ибн Мариям. Сосын кейін не істейді? Қияметке жақын Иса алейхиссалам түседі дейді. Фаяқулу амирухум та'ала салли лана фаяқулу ла инна бa'дукум ала бa'дин умара такриматаллахи хазил умма. Сөйтіп не істейді? Жаңағы топ бар ғой, ақиқат үшін күресіп жүрген, тура жолда жүрген мұсылмандардың, соның басшылары, яғни амир дейді ғой, халифасы, не істейді? Жаңа Иса алейхиссалам түскеннен кейін Исаға айтады: "Я Иса, кел, біздің намазымызды өткізіп бер." Яғни имам бол деп айтады дейді. Сол кезде Иса алейхиссалам не дейді? Жоқ дейді. Негізі дейді, осы үмбетке берілген нәрсе дейді, Алла Тағаланың осы үмбетке деген құрметі ретінде. Олардың басшылары кім болады дейді? Араларынан шыққан әмірлері дейді. Бұл жерде кімді айтып отыр? Имам Мәхдиді айтып отыр ғой енді. Яғни имам Мәхди демек не істейді? Сол күресті жүргізіп жүрген кезде Иса алейхиссалам түседі. Сол Исаға не істейді? Имамдықты ұсынады ғой былайша айтқан кезде. Бірақ ол кісі бас тартады имамдықтан. Жаңағы әмирге не дейді? Сен өзің жүргіз дейді. Өйткені бұл үмметтің несі? Ерекшелігі, пайғамбарымыздың үмметінің ерекшелігі сондай. Алла Тағала құрмет ретінде осы үмметке именно сол халифаларын не қылып қойған? Басшы қылып қойған. Сол басшы болу керек, яғни намаздарын жүргізу үшін, соларды атқару үшін. Түсінікті? Яғни бұл хадис имам Муслимде риуаят етілген сахих хадис. Яғни осы хадисте нақты айтылып тұр. Ақиқатта осы тобым еш уақытта не істелмейді дейді? Жеңілмейді дейді. Түсінікті? Ал мына қазір шын мәнінде қарап отырсаңыз, мынау ислам тарихында небір ағымдар болған. Бәрі не істеді? Өтті кетті. Қазір мысалы не істеді? Вахабия, Салафия деген шықты. Ал бірақ кейін не істеді? Бөлініп кетті. Өздері не талан-тараж болды. Қазір бір-бірін тыңдамайды, бір-бірін жоққа шығарады. Ғұламаларын не істейді? Кәпірге шығарып, былайша айтқан кезде уже төрт мазхабты былай қойып қойды, бір-бірімен не істеп кетті? Қырылып, жойылып, сөйтіп жатыр да, түсінікті ғой? Төрт мазхаб қалай болды? Ол солай келеді и болады да. Түсінікті ғой? Яғни қияметке шейін де осылай не істей береді? Жалғаса береді.
Сол үшін де бұл жерде мәселе біздің айтайын деп жатқан нәрсеміз Иса алейхисаламның яғни қияметке жақын не істеуі, түсуі дейді. Және ол түскен кезде не себеппен түседі? Ол жер бетіне түссе де, жаңағы хадисте айтылғандай, пайғамбарымыздың шариғатыменен істейді, адамдардың арасында үкім беретін болады дейді. Өзінің шариғатымен емес кезіндегі. Түсінікті? Енді бұған байланысты да хадис келеді. جاء في صحيح مسلم бұл да имам муслимнің риwayatында келеді. عن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Табук соғысына кетіп бара жатқан кезде Али радиаллаху айтады: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. Енді бұл хадисті түсіну үшін мына нәрсені түсіну керек. Пайғамбарымыз Мәдинадан кетіп бара жатыр ғой соғысқа, жорыққа. Сол кезде енді өзінің орнына біреуді орынбасар тастап кету керек қой. Сол кезде кімге ұсынады? Али радиаллаху анхуға ұсынады. Сен менің орныма, мен болмай тұрған кезде, жоқ кезде менің отбасыма, бала шағама және осы жалпы мұсылман қоғамына менің орныма орынбасар болып қаласың дейді. Сол кезде Али не дейді? Сен не мені дейді, бала шағамен, әйелдермен қалада тастап кетіп жатсың ба дейді. Яғни өзінің недовольствосын білдіреді де. Пайғамбарымызбен бірге соғысқа не істегісі келеді, ол да барғысы келеді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны жұбату мақсатында не дейді? Анта минни дейді. Екеуміздің мысалымыз дейді. Енді оны өзінің орнына тастап кетіп отыр ғой. Анта минни би манзилати Харуна мин Муса дейді. Яғни екеуміздің жағдайымыздың мысалы дейді, кезіндегі Муса мен Харунның жағдайы секілді дейді. Кезінде Муса да кетіп қалды ғой. Оның орнына кім тастап кетті? Өзінің орнына Харунды тастап кетті. Осы үмметке қарап қой деп. Өзі не істеді? Тауға жаңағындай Алла Тағаламен тілдесуге, шариғатты қабылдауға, жаңағындай басқа деген секілді мәселелермен кетіп қалды. Міне осы секілді екеуміздің жағдайымыз. Сен осыған разы емессің ба дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп жаңағы Али не істейді? Осыған тынышталады. Илля аннаху ла набия ба'ди. Себебі менен кейін кім болмайды деп жатыр? Менен кейін енді пайғамбар болмайды деп жатыр. Кейбір мынау шиағаның топтары осы хадисті не істейді? Өздерінше қолданады, өздеріне дәлел ретінде. Яғни пайғамбарымыз өзінен кейін халифа етіп кімді тастады дейді? Алиді тастап кетті дейді. Демек, ең бірінші халиф кім болу керек дейді? Али болу керек деп айтады. Ал бірақ шын мәнінде бұл хадистен түсінсек, бұл жерде халифалық мәселе емес. Бұл жерде жай временно Табук деген соғысқан келгенге шейін орынбасар болу мәселесі ғана айтылып отыр. Түсінікті? Және мына жерде нақты не айтып отыр? Менен кейін пайғамбар болмайтындығын да кесіп айтып отыр. Яғни Али ешқандай да кім емес? Пайғамбар емес. Түсінікті? Шиғалардың кейбір топтары ойлағандай, ол жаңағындай не? Пайғамбар емес. Өйткені пайғамбарымыз нақты айтып отыр, менен кейін ешқандай пайғамбар болмайтындығын. Бұл имам Муслимнің риwayatында келген хадис. Енді қала имам Науави фи шарх сахих Муслим осы хадиске байланысты түсіндірмесіне айтады. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان نزل حكما من حكام هذه الأمة. Yani осы хадистен түсінетініміз дейді. Демек, Иса алейхиссалам қиямет күні түскен кезде дейді, ол пайғамбар болып түспейді деп жатыр. Бар болғаны қазы дейді ғой, үкім беруші. Сондай үкім беруші хаким ретінде түседі дейді. Адамдардың істерін басқаратын. Алланың елшісінің, яғни пайғамбарымыздың шариғатымен түсінікті. Яхкуму би шариати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям ва ла янзилу набиян. Яғни пайғамбар ретінде түспейді деп жатыр да. Жай пайғамбарымыздың шариғаты бойынша адамдардың істейді, үкім беретін болады деп жатыр. Лианнаху шариатуху хуа қад нусихат лимадал вақти аллади кана амалу биха. Себебі Иса алейхиссаламның шариғаты не істелді? Мансұқталды. Кімнің шариғаты менен? Біздің пайғамбарымыз шариғаты келуіменен оның шариғаты не істеді? Болады, үкімі жойылды. Яғни оның амалдарының барлығы не істеді? Сол кезге ғана қатысты болды. Қазіргі заманға, біздің заманға оның ешқандай да несі жоқ, күші, үкімі жүрмейді деп жатыр. Муафиқан лил-муқтада ал-хикма фаякуну ка-халифатин ли-набийина саллаллаху алейхи ва саллям. Осылайша бұл не істейді? Жаңағы даналықтың талабына сәйкес ол енді пайғамбарымыздың жаңа халифасы секілді болады. Түсінікті? Пайғамбарымыздың халифасы ретінде жаңағы қызмет атқаратын болады деп жатыр. Ва наибан дейді, яғни пайғамбарымыздың орынбасары ретінде.
анху фи ижра шариатихи, яғни сол пайғамбарымыздың шариғатын жүргізу мәселесінде фи хазил умма, осы үмметке, яғни біздің. Вазалика мимма юаккаду кауну набиина хатимул анбия. Сол үшін де біз не істейміз? Жаңа біз айтқандай, пайғамбарымыздың соңғы пайғамбары ол Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, және жағдайдың осылай болуы пайғамбарымыздың соңғы пайғамбар екендігін істейді, растайды, қуаттайды, соны дәлелдейді. Енді бұл жерде кішкене нені айтып кетейік? Иса алейхисаламға байланысты мұсылмандардың сенімі қандай болу керек? Өйткені бұған байланысты неше түрлі нелер бар? Историялар, көзқарастар адамдардың арасында жоқ емес, бар, иә. Бұған байланысты не дейді? Имам Тахир аль-Жазари айтады, яғни бүкіл мұсылмандардың ақидасы, сенімі осы Иса алейхисаламға байланысты мындай болу керек деп жатыр. Пайғамбар Иса алейхисалам бұл не? Алланың құлы бірінші орында, және оның елшісі, пайғамбары. Анау кімдер, христиандар айтқан секілді, ол Құдай емес, Құдайдың баласы емес, тағы басқа деген сияқты ондай привилегиялар жоқ. Бар болғаны құл, Алланың елшісі. Түсінікті? Сосын не? Ол ең соңғы Бәни Исраил халқының ең соңғы пайғамбары. Бәни Исраил кімдер ол? Осы қазіргі яһудилер бар ғой. Солардың ең соңғы пайғамбары. Кімнен туған? Анасынан. Анасының аты кім? Мәриям, иә. Әкесінің аты кім ол кісінің? Аймран. Аймранның қызы Мәриямнан туған пайғамбар алейхиссалам. Жасын не? Оның әкесі болмаған, иә. Және әкесінің болмауы бұл не? Муъжиза. Мин индиллахи таала, Алла Тағаланың тарапынан болған. Түсінікті, ерекшелік осындай. Қама сайдул масих яду наса иля ибадатиллахи вахид ал-ахад. Яғни Иса алейхиссалам өзінің заманында адамдарды Аллаға құлшылық қылуға шақырған. Тек қана бір Аллаға. Анандай жоқ, троица деген әңгімелер. Ондайдың біреуі де жоқ. Сол сияқты Алла Тағала оны істеді, өзінің муъжизаларымен қолдаған Иса алейхиссаламды. Қандай муъжизалар? Ал-бахират мин ихял маута, яғни өлген кісілерді тірілту. Сол сияқты биизнилля Алланың рұқсатыменен ва ибраул акма, яғни соқыр адамды не істеу? Көзін ашу. Сол сияқты биизнилля, бұл да Алланың қалауымен болған нәрсе. Ва ибраул абрас, сол сияқты жаңа алапес деген ауру болады ғой. Жұқпалы ауру, содан емдеген. Бұның барлығы не? Муъжизалар. Бұның бәрі Алланың қалауымен болған нәрсе. Басқа да осы секілді муъжизаларды Иса алейхиссалам көрсеткен. Сол себепті де кейін Иса алейхиссалам өз заманында яһудтардың тарапынан естеген көптеген қырсығуға, машақаттарға, қиыншылықтарға, менсінбеушілікке, тәкаппарлыққа тап болған. Өзінің халқы естеген оны жаңағындай қарсы келген. Сол себепті не? Вахаттату лиқатлихи абара раджулу юда яхуза ал-асхариюту дейді. Яғни сөйтіп не істейді? Жаңа яһудилер өздері жаңа план құрады. Иса алейхиссаламды не істеуге? Өлтіру үшін. Соған келеді, бір адаммен келіседі, бір ер азаматпен. Енді ол ер азаматтың аты жөнінде Құранда да, хадисте де мәлімет жоқ негізі. Кім болғандығы. Бірақ Исраилатта келеді. Исраилатта кім ол? Кім ол? Яһуда дейді. Яһуда деген жаңа кім? Юда дейді ғой. Юда Аскариоти деген. Юда, сол кезінде Иса алейхиссалам шәкірті болған. Кейін бірақ не істейді? Иса алейхиссалам сатып жүреді. Сөйтіп, ана яһудилердің әскеріне Исаны не істеп жүреді? Айтып қояды, қай жерде тығылып жатқанын, қай жерде жаңағындай жасырынып жатқандығын. Сөйтіп не істейді? Иса алейхиссаламды жаңағындай ұстап алғандай болады. Енді бірақ өздеріңіз үшін біліп қойыңыздар, бұл жаңағындай Яхуза Асхариоти деген кісінің аты нақты Құранда, хадисте келмеген. Тек қана тәпсір кітаптарында, Исраилатта ғана келген. Сол себепті біз бұны не істемейміз, негізі растамаймыз. Бірақ христиандар өйстіп айтады. Біздің тәпсірде неше түрлі көзқарастар бар ол жерде. Бір көзқараста бір шәкірті дейді, не істеді? Өз мойнына алды дейді, құрбан болуды. Иса алейхиссаламның орнына. Өзі қалады, оны жаңағында не істейді? Асады, неге? Крестке. Сөйтіп өлтіреді. Қинап. Басқа да көзқарастар бар неше түрлі. Бірақ жалпылама нәрсе, бұл жерге маңызды болғаны біздің не?
Иса алейхиссаламды ешкім не істеген жоқ? Өлтірмеген. Түсінікті ғой? فَلَمَّا دَخَلَ الْقَتَلَةُ يُرِيدُونَ قَتْلَ سَيِّدِنَا مَسِيحَ ألقى الله تعالى شبه على ذلك الخائن يهوذا ورفع الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام. Осылайша не істейді? Жаңағы қылмыскерлер кіріп келеді ғой. Сол кіріп келген кезде олар не істейді? Иса алейхиссаламды өлтірмекші болады. Бірақ Алла Тағала оларға не істейді? Сол жағдайды ұқсатып, анау Яхуза деп жатыр ғой жаңағы адам. Соны Иса секілді қылып көрсетіп, олар соны ұстап алады да, соны не істейді? Кейін жазалайды. Түсінікті? Алла Тағала Иса алейхиссалам не істейді? Көтеріп алып кетеді деп жатыр. Түсінікті? Және көтерген кезде қалай? Хайян, тірі күйінде. Түсінікті? Иләссама, аспанға, биджасадихи ва рухихи, яғни өзінің денесімен және рухымен. Түс, сон, иллюзия деген нәрсе жоқ. Шын мәнінде қалай осылай тірі күйінде денесімен, рухымен не істеген, осылай көтеріп алып кеткен деп жатыр. Сумма қатала Яхуза ала аннаху Масиху алейхиссалам, сумма янзуру илал ард фи ахири заман қала тағала. Енді осыған байланысты тіпті аятта не істеп жатыр? Нақты айтып отыр Құранда Алла Тағала. Астағфирулла. Ва би куфрихим ва қаулихим ала Марияму бухтанан азима. Олар не істеді? Жаңағы яһудилер Мариям анамызға жала жапты, үлкен жала жапты. Зинадан туды деп. Сол жалалары үшін және күпірліктері үшін Алла Тағала оларды не істеді? Азаптады дейді, сол яһуди халқын. Түсінікті? Азапқа душар етті дейді. Одан кейін мына бізге керекті болған жері ва қаулихим инна қатална Масиха Иса ибн Мариям Расулаллахи ва ма қаталуху ва ма салабуху. Осы жерде нақты айтып отыр. Олар дейді айтады дейді, біз Иса алейхиссаламды өлтірдік деп. Шын мәнінде олар Иса алейхиссаламды істеген жоқ дейді, өлтірген жоқ дейді. Және тіпті не жаңағы не бар ғой, распятие деген сол нәрсе жүзеге уаля салабух деп жатыр, жүзеге асқан жоқ дейді. Ондай нәрсе болған емес деп жатыр. Валакин шуббиха, көрдіңіз бе? Шуббиха лахум. Бірақ оларға солай ұқсатылды дейді. Сондай образ жасалды дейді. Олар солай істеген сияқты болды дейді. Ал енді жаңағы біз Исаны өлтірдік деп айтатындар дейді, өздері күмәнда дейді. Көрдіңіз бе? Өздері өзінің айтып жатқан сөздеріне не уверен дейді. Өздері сомневаться етеді. Шынымен Исаны өлтіргеніміз ол емес пе деген секілді. Соны Құран бізге не істеп жатыр? Нақты анықтап айтып беріп отыр. Олардың өзі сол мәселеге қатысты не істеді? Ихтилафқа түсті дейді, яғни қарама қайшылыққа. Өйткені оларда бұған қатысты ешқандай білім жоқ дейді. Ол Иса ма, ол емес пе деген мәселе. Илля иттибау зон. Олар де өздерінің ойларына ғана жүгінді дейді. Осылай айтарда. Уама қаталуху яқинан дейді. Олар шын мәнінде, шынайы түрде оны өлтірген емес деп жатыр. Бәл рафаахуллах. Бәлки Алла Тағала оны не істеді? Көтеріп алып кетті дейді. Ва кан Аллаху азизан хакима. Өйткені Алла Тағала сондай не ұлы даналық иесі. Ниса сүресінің 156 және 157 аятында бізге нақты осыны істеп беріп отыр, айтып беріп отыр. Бұны біз неге айтып отырмыз? Яғни кез келген момын мұсылманның Иса алейхиссаламға деген ақидасы, сенімі осылай болу керек. Түсінікті? Басқа жалған дүниелерді ойлап айтып кетуге болмайды. Түсіндіңіз бе? Осымен істейміз. Бүгінгі мәселе аяқталды. Иншалла келесі сабағымызда істейміз. Енді бізде пайғамбарлыққа қатысты екі-ақ мәселе қалды. Біріншісі не ол? Узкурли муъжизатул набиюна саллаллаху алейхи вассалам, яғни бізге пайғамбарымыздың мұғжизаларын атап берді. Пайғамбарымыз өмірінде қандай мұғжизалар жасағандығын соны атайтын боламыз, әрқайсысын жеке-жеке. Одан кейін пайғамбарымыздың өмір жолы қандай болды? Сол жөнінде айтып өтетін боламыз. Бұл да енді қысқа нұсқа түрде болады. Себебі бұл кітаптың мақсаты негізі пайғамбарымыздың өмір баяндау емес, жалпылама ақидадағы сеніміміз қандай болу керек екенін түсіндіру. Осымен істейміз, пайғамбарлық тарауын аяқтаймыз иншалла. Одан кейін келесі тарау басталады, ақиретке иман келтіру мәселесі. Түсінікті? Түсінікті болды ма мәселе?